Байқауға Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамына қарасты 4 кәсіпорыннан 60-қа жуық маман қатысты. Бұлар 26 мың адамды құрайтын алып ұжымнан іріктелген кілең мықтылар. Солардың бірі ата-бабасынан бері мұнай өндіру саласында қызмет етіп келе жатқан Мәжитовтер династиясы. Жан-жақтан келген мұнайшылармен кездесіп, бір үлкен дәрежелі жағдайға жетіп қалып жатырмыз енді. Өзіміз мысалы бір семьядан осы сайысқа қатысып жатырмыз. Бізде себебі аталарымыз, әжелеріміз өзі мұнайшы болған, әкелеріміз мұнайшы болған. Сол біз балдарымыз қазір осы салада жұмыс жасап жатырмыз. Дәстүрлі байқау биыл Атырау облысында өткізіліп жатқандықтан ембі мұнайшылары ақтық сында қарсыластарына дес берген жоқ. Мұнай газ өндірісіндегі аса маңызды 10 мамандық бойынша сынға түскен жұмысшылар өзге кәсіпорындардағы жағдайды көзімен көріп, тәжірибе алмасуға да зор мүмкіндік алды. Мұнайшылардың еңбегі әрине жазда болсын, қыс кезінде болсын өте ауыр, сондықтан да сол ауыр еңбекті жасап жүрген азаматтарымыздың нәтижелері оған сайын еңбегі табыстары мол болғанына біз мүдделіміз. Әр сала бойынша тұғырлы 3 орынның иегерлері кеудесіне үздік маман төсбелгісін тағып, ақшалай және бағалы сыйлықтар алды. Сонымен қатар ол үштікке 1 жыл бойына жалақысына қосымша 10-нан 30%-ға дейінгі сыйақы төленеді. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы, Атырау облысынан.